Құрметті отандастар, құрметті қазақстандықтар, Қазақстан Республикасының 25 қазан Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осыған орай республикалық Телбіре қазағының көк байрағы атты челленджімді жолдаймын. Тілім менің қасиетті құрметтім, қадірлеймін, мен өзімді үлгі еттім. Қазақ тілі керемет, құрметтеуім бір болар міндеттім. Мақтанамын, марқаямын тіліммен, тілімізден бар тағдырым білінген. Ана тілім желбіреткен жалауын, жыр жазамын жүрегіммен бүгінмен. Туған тілім тұғырымсың төлі ғажап, ана тілім болмас екен жанға жат. Қазақ тілім қазағымсың өзіңді құрметтеуге міндетті ғой бар қазақ. Тәуелсіздік тарихпенен тамырлас, қалай ғана тарихқа ол жазылмас. Міне бүгін болашақтың ертеңі, жаңа жауған жауындай ол басылмас. Қазақ халқы еркіндікті аңсаған, болашақтың ертеңіне тамсанған. Міне бүгін болашақтың ертеңі, көк байрағы биіктерде самсаған.